Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін себет нан жасап көрсетемін. Тек қана себет нан емес, бұл себет нанның ішіне салатын тәтті тоқаштар да жасалынады бұл бір қамырмен. Ол үшін бізге қажетті нәрселер: ұн, тұз, қант, сары май, сүт, су, жұмыртқа. Енді осы ашытып алған қамырымызды ашығаннан кейін осылай өзіміздің пісіретін қалыбымыз, мен осындай шара-шаға істедім. Соған қазір дөмелақтап кесіп алу үшін осылай белгі салып алып жатырмын. Мінеки. Енді осыны аласыздар да сол белгі бойынша домалатып қиып шығыңыздар. Жалпы осы қамырмен жаңағы рецептін айттым ғой, сол қамырмен жасасаңыздар тоқаштарыңызда керемет жүмсақ үлпілдек болып шығады. Енді бұл жерде жаңағы мен ашытып жатқан кезде видео түсіруді ұмытып кетіппін. Қалай құрамының барлығын описанияға жазып кетем. Сол жерден қарап алуларыңызға болады. Жасалу жолы өте оңай және заттарының да құрамы қолжетімді. Сондықтан міндетті түрде жаңа жылдық дастарханыңызға жасап көріңіз. Міне осындай көлемде мен жан-жағындағы артық қамырларды алып қиып тастадым. Өте жұқа қылмайсыздар, қамырды жақсылап ысып аласыздар. Одан кейін міне осылай өрнек салу үшін торттың кремін жағатын насатканы пайдаландым. Міне. Енді өздеріңіздің қиялдарыңызға байланысты әртүрлі өрнекте берулеріңізге болады. Осылай. Енді осы қиылған нандарды алып тастаңыздар. Кейбіреулер дұрыс қиылмай қалса, насаткамен қайтып басып жіберіңіздер. Міне осындай өрнектер пайда болады. Бұл қазір шарашаң сыртына кезген кезде тіпті созылып, үлкейіп, әдемі бола түседі. Енді өздеріңіздің қолдарыңызда не бар, солмен жасаңыздар. Мен енді бұл өрнекті басқаша қылып та жасауға болады. Жаңағы не болатын болса, солмен де жасаңыздар. Печеньені қиятын қалыптар болады, арнайы. Соның ішінде әртүрлі формада ғой олар, солмен де жасауларыңыз болады. Ол үшін енді міне жаңағы шарашамызды аламыз да сыртын фольгамен осылай қаптап тастаңыздар. Ештеңе жақпайсыздар, тек қана фольгамен қаптайсыздар. Енді жаңағы нанымызды осылай жиегіне шейін кішкене жеткізе отырып, мінеки, жауып қоямыз. Жиектерін неғұрлым енді осылай қолдарыңызбен дұрыстап біркелкі етіп жіберіңіздер. Міне біздің нанымыз дайын болып қалды. Мінеки. Енді осыған жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып жүріп жағыңыздар. Жалпы жұмыртқаның тек қана сарысымен сүт жақсаңыздар, түрі де әдемі болады. Және осы тоқаштарымыз болсын, себет нанымыз болсын, жұмсақ болып шығады. Бұл осы құраммен себет нанды жасауға болады, сәукеле нанды да жасауға болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Мінеки. Барлық жеріне жеткізіп, жұмыртқасын жағып алыңыздар. Тек қана жаңа жылдық дастархан емес, үйдегі бір кішігірім қонақтарға, құдалық болсын, той болсын, туған күндер болсын, сіздің дастарханыңыздың сәнін келтіріп, ажарын ашып тұрады. Сондықтан барлықтарыңызда жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, маған қолдау жасап кетіңіздер. Енді жаңағы себет нанымызды пешімізге салып қойдық. Оны 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аласыздар. Енді жиектерін әрлеу үшін осылай нанды алып, собықтап, өрім жасау үшін жасаймыз. Мінеки. Мынау тұтқасы, бұны кәдімгі қыздың бұрымын өргендей қылып, 3 өрім жасап, өріп аласыздар осылай. Сосын барлық жеріне жеткізіп, жұмыртқамызды жағып шығамыз. Бұны да сол уақыттарда пісіріп аламыз. Енді неғұрлым жаңағы, міне енді бетін жаңағы себетіміздің бетін әсемдеу үшін осылай бұл да 3 өрім болып өрілген. Бұл жерде фольганы тек қана сол пісіретін төмен жағына ғана пісіреміз ғой, сол үшін сол жерге ғана орап қоясыздар. Міне осылай дұрыстап түзелеп алып, бұғанда жұмыртқамызды жағып шығамыз. Жалпы жасалу жолы да оңай. Бір жасасаңыздар, содан кейін үйреніп аласыздар. Біріншіде кішкене енді бірінші жасап жатқандықтан кішкене кем-кетігі болады. Осылай міне барлық бөліктерін мына жерде көрініп тұр. Міне
тіс шұқығышпен жинаймыз. Астына міне бетін қоямыз және тұтқаларын осылай бекітеміз. Енді мен астынан бауырсақ салып жатырмын. Міне тоңмайға піскен бауырсақ. Бауырсақтың да рецепті менің өзім каналымда бар. Содан қарап алуларыңызға болады. Енді жалпы бауырсақ деген кез келген келіншек пісіреді ғой. Енді әркімнің өзінің пісіру тәсілі әртүрлі. Енді одан кейін бауырсақтың бетіне міне ішіне жем салып пісірілген тоқаш үлпілдек. Соны салып жатырмын. Міне қараңыздар. Мінекей балаларыңызға пісіріп беріңіздер. Бұл тоқаштың алдындағы видео, осының ішінде видеоларында бар. Қатпарлы түрін жасағаным. Соны жасап көрулеріңізге болады. Мынау қатпарлы емес, бірақ бұны да жасап көріңіздер. Барлығын бір қамырмен ғана жасадым. Міне одан кейін мынау үлпілдек тоқаштар ештеңе қосылмаған, тек қана өріп жасалынған. Осыларды салып, міне дастарханға осылай ұсынсаңыздар болады. Керемет. Осылай сіздер де жасаңыздар. Сіздің де балаларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Менің осы тоқаштарымды балаларым сүйіп жейді. Мінекей, жасаңыздар міндетті түрде. Түрі сондай әдемі. Дәм енді одан да керемет, татып көрсеңіздер. Мінекей, жасаған екі түрлі тоқаштарым осылар. Міне қазір ортасын бөліп көрсетейін. Міне қараңыздар. Жұмсақ, арасы осындай. Ішіне жем салып пісіргем. Дәмді ас болсын.